Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз құрамы. Сабақтың мақсаты сөз құрамы, түбір мен қосымша морфеманың түрлері, көптік септік жалғау, тәуелдік жалғау, жіктік жалғау, олардың тілдегі қызметі және сөз тудырушы, сөз түрлендіруші жұрнақтар, олардың қолданылуы жайлы білім алу. Морфема грекше морфе, түр, тұлға деген мағынаны білдіреді. Яғни сөздің мағыналы ең кіші бөлшегі. Ұғымға алғаш Бодуэн де Куртене 1881 жылы енгізген. Морфема екіге бөлінеді. Негізгі морфема, қосымша морфема болып. Негізгі морфемалар лексикалық мағыналы дербес қолданылатын түбір сөздер. Яғни олар үшке бөлінеді. Түпкі түбірлер, түбір негіздер, туынды негіздер болып үш түрге бөлінеді. Негізгі морфемалар. Қосымша морфемалар дербес қолданылатын, сөздерге әртүрлі грамматикалық мағына түстейтін тұлғалар. Қосымша морфемалар жұрнақтар, жалғаулар болып бөлінеді, яғни жұрнақтарды сөз жасам, сөз түрлем деп айтады, ал жалғауларды сөз байлам деп айтады. Қосымшалар аяқ қосалқылар және дәйек қосалқылар болып бөлінеді. Аяқ қосалқылар бұл сөздің негізгі сөздің соңында қолданылады да, оларға шектеме және көмекші грамматикалық мағынасы дейді. Мысал келтірсек, шектемелер сөзге ұқсама буынын қосып айтатын. Мысалы, шай-пай, нан-пан деп. Ал демеуші шылаулар арқылы жұмсалатын осы ғана, осы-ақ деген сияқты. Ал көмекші сөздер, яғни көмекші есімдер, асты-үсті, көмекші етістіктер, еді, екен, септеулік шылаулар, дейін, шейін, тағы басқа, жалғаулық шылаулар, мен және тағы басқа сөздер. Ал дәйек қосалқылар түбір сөздің алдына қосылып, сөзге грамматикалық мағына түстейді. Мысалы, күшейтпе буынды болып келеді. Сап-сары, қап-қара, яғни сөздің алдына қосымша мағына түстейді грамматикалық. Күшейтпе сөзді болып келеді. Өте жақсы, тым жаман. Жалғау дегеніміз өз жалғанған сөзге әр алуан грамматикалық мағына түстейтін, яғни сөзді түрлендіретін, сол мағыналар арқылы өзі жалғанған сөзді сөйлемдегі басқа бір сөзбен байланыстыратын қосымша. Жалғауларды сөз түрлендіруші жұрнақтардан ажырататын. Керісінше жалғаулық пен және септеулік шылауларға жақындататын қасиеті осы сөз бен сөзді байланыстыру қабілеті. Жалғаудың 4 түрі бар: көптік жалғау, тәуелдік жалғау, септік жалғау, жіктік жалғау. Көптік жалғаулар, яғни сөзге көптік мағына береді. Лар-лер, дар-дер, тар-тер жалғаулары. Тәуелдік жалғау әдетте бір заттың басқа бір затқа тәуелді екенін білдіретін қосымша. Негізінде зат есімге тән қосымша бола тұрса да, зат есім қызметін атқаратын. Демек, заттанатын сөздердің барлығына да жалғана береді. Ал септік жалғаулар арқылы есімдер сөйлемдегі етістіктермен де, шылау сөздермен де, есімдер өздері де жалғасып әр алуан қарым-қатынасқа түседі. Яғни өздерің білетіндей 7 септіктің түрі бар, қазақ тілінде. Жіктік жалғау баяндауышқа ғана тән жалғау. Жіктік жалғау тек қана синтаксистік қызмет атқарады. Жіктеу категориясы қазіргі қазақ тілінде тек етістікке ғана тән қасиет емес, баяндауыш болып қызмет атқарылатын өзге де сөз таптарына, соның ішінде есімдерге де тән қасиет. Келесі жұрнақтар, яғни жұрнақтар сөз түрлендіруші, сөз тудырушы жұрнақтар болып екіге бөлінеді. Сөз түрлендіруші жұрнақтар өзі қосылған сөздің лексикалық мағынасына еш өзгеріс енгізбейтін, тек қана қандай да бір грамматикалық мағына жамайтын қосымшалар. Сөз түрлендіруші жұрнақтар белгілі бір сөз таптарының аясынан шықпайды. Өз жалғанатын сөз табының парадигмалық түрлену жүйесін құрайды. Мысалы, заттың әртүрлі реңкін білдіретін рең, мәнді жұрнақтар тек зат есімдерге, шырай жұрнақтары тек сын есімдерге, шақ, рай тұлғалары тек етістіктерге қосылады. Сол сөз таптарына тән құбылыс болып табылады. Сондықтан сөз түрлендіруші жұрнақтардың мәселесі таза морфологиялық, оның ішінде сөз таптарының түрлену жүйесіне қатысты мәселе болып шығады. Сөз тудырушы жұрнақтар мен сөз түрлендіруші жұрнақтардың өзі қосылған сөзге үстейтін мағыналарына салыстыру жасап көрейік. Мысалы, биыл көлшіктің суы жылдағыдан мол көрінеді. Бұл жерде көлшік сөзінің құрамында шік жұрнағы. Көл сөзінің лексикалық мағынасына еш өзгеріс енгізбеген. Атап айтқанда, көл сөзінің лексикалық мағынасы табиғи немесе жасанды су қоймасы. Ал көлшік сөзі шағын көлемді табиғи және немесе жасанды су қоймасы деген ұғымды білдіреді.
ендеше шик жұрнағы арқылы өзі қосылған сөзге заттың көлемін аумағына қатысты грамматикалық мағына жамалған. Бұл таза грамматикалық мағына. Олай болса, шик сөз түрлендіруші жұрнақ. Өйткені ол сөздің лексикалық мағынасын өзгерткен жоқ. Табиғи немесе жасанды су қоймасы деген лексикалық мағына шик жұрнағы қосылғаннан кейін де сақталып қалды. Тек көлемі аумағына қатысты мағына ғана үстеді. Сөз тудырушы жұрнаққа мысал келтірсек. Мысалы, ұстаздары Сәрсенді кластағы ең білімді, ең сөзшең бала деп есептейді. Бұл мысалдағы сөздің құрамында жұрнақтардың табиғаттары басқаша. Мысалы, білімді сөзін алайық. Білімді сөзі 3 морфемадан құралған. Мұндағы әрі түбір морфема, әрі түбір сөз біл, лексикалық мағынасы қандай да бір құндылықтар туралы мәліметтер жинау, есте сақтап әрекеті. Білім сөзінің лексикалық мағынасы оқу, тоқу, тәжірибе арқылы жиналған рухани құндылық. Біл мен білім сөздерінің лексикалық мағынасы бір-біріне байланысты, өзара семантикалық тұрғыдан ұштасқан. Бірақ бір лексикалық мағына емес. Ендеше ім жұрнағы бұл жерде сөз тудырушы жұрнақ. Білімді сөзінің лексикалық мағынасы оқу, тоқу, тәжірибе арқылы жиналған рухани құндылықтардан тұратын қасиет. Бұдан көрінетіні ді жұрнағы сөз тудырушы жұрнақ. Сөзшең сөзінің құрамындағы шең жұрнағы да сөз тудырушы жұрнақ. Өйткені сөздің лексикалық мағынасы, лексикалық және грамматикалық мағынасы бар. Дыбыстық құрамы тұрақталған тілдің бірлігі, немесе сөйлеу әрекетінде пайдаланатын тілдің немесе сөйлеудің бірлігі. Ал сөзшең адам бойындағы көп сөйлеуге бейім қасиет. Сонымен сөз құрамы, яғни морфемалар негізгі және қосымша болып бөлінеді екен. Жалғаудың 4 түрі бар екен, көптік, септік, тәуелдік, жіктік жалғау және жұрнақтың 2 түрі бар. Сөз түрлендіруші, сөз тудырушы. Олай болса, үйге тапсырма әр жалғау түріне мысалдар келтіру және жұрнақтар түріне мысалдар келтіру.